Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Сіздермен бүгін бірге мен математика мұғалімі Елнұр. Сіздермен бірге бүгін қарастыратын тақырыбымыз квадраттық функция. Жалпы функция деген не? Тәуелсіз айнымалының әрбір мәніне тәуелді айнымалының бір ғана мәні сәйкес келетін тәуелділікті біз функция деп атаймыз. Бізде квадраттық функция мына түрде беріледі: y тең ax квадрат плюс bx плюс c. Мұнда a, b, c деген коэффициенттер, яғни x айнымалының алдындағы белгілі бір нақты сандар. Және біз аны нөлге тең деп ала алмаймыз, себебі оны нөл деп алсақ бізде bx плюс c ғана қалады. Яғни ол сызықтық функция. Квадраттық функция болу үшін x квадраттың алдында белгілі бір сан болуы қажет. Ал енді квадраттық функцияның анықталу облысы мен мәндер жиынына тоқтала кетейік. Көріп тұрғандарыңыздай, квадраттық функцияның анықталу облысы x шексіздік, яғни минус шексіздіктен плюс шексіздікке қарай жылжып кете береді. Ал мәндер жиыны бізде a коэффициентінің мәніне байланысты. Егер бізде аның мәні нөлден үлкен болатын болса, біздің параболамыз белгілі бір ең кіші мәннен шексіздікке қарай ұмтылып кете береді. Ал егер аның мәні нөлден кіші болатын болса, парабола ең үлкен мәннен кері шексіздікке қарай ұмтылып кете береді. Енді бір-екі мысалға тоқтала кетейік. Мұнда бізде бірінші y тең 5x квадрат деген функция беріп қойған екен. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай, аның мәні 5-ке тең және b мен c-ның мәні 0-ге тең. Яғни, жаңа мен айтып кеткендей, a егер 0-ден үлкен болатын болса, бізде функцияның мәндер жиыны оң мәндерді қабылдайды, яғни шексіздікке қарай ұмтылады. Ал екінші мысал бізде y тең 9 минус x квадрат деген функция. Мұнда бұл функцияның анықталу облысы барлық нақты сандарды құрайды, яғни x-тің орнына кез келген нақты сандар кете береді. Ал мәндер жиыны бізде 9-дан үлкен бола алмайды. Себебі бізде x-тің ең кіші мәні 0-ге тең. Ал үшінші мысал бізде y тең 4x плюс 1 деген функция. Көріп тұрғандарыңыздай, мұнда бізде квадраттық функция жоқ, себебі аның мәні 0-ге тең. Бұл бізде сызықтық функция. Ал енді оқушылар, есеп шығарып көрейік. Мұнда бізде бірінші есепте y тең x квадрат деген функцияны беріп қойған және x-тің мәндерін беріп қойған. Біз мына x-тің мәндерін функцияның орнына апарып, y-тің мәнін табу керекпіз. Бірінші мәні минус 3, яғни y тең минус 3-тің квадраты бізде 9-ға тең. Екіншісінде минус 2, минус 2-нің квадраты бізде 4-ке тең. Үшінші мәні бізде минус 1, минус 1-дің квадраты бізде 1-ге тең. Төртінші мәні бізде 0, 0-дің квадраты өзіне тең 0. Бесінші мәні бізде 1-дің квадраты 1-ге тең. Және 2-нің квадраты ол 4-ке тең. Соңғысы 3-дің квадраты бізде 9-ға тең. Екінші есепте бізде y тең x квадрат плюс 1 функциясын беріп қойған және осының x-тің қандай мәнінде бұл функцияның мәні 10-ға тең болатынын сұрап тұр. Яғни x квадрат плюс 1 бізде 10-ға тең. Бірді ана жаққа минус қылып өткізгенде x квадрат тең 9. Бізде x квадрат тең 9 мәнінен x тең қандай сандар шығады? X плюс 3 және минус 3. Яғни x-тің плюс 3 және минус 3 мәндерінде мына функцияның мәні 10-ға тең бола алады. Келесі есепте бізде y тең ax квадрат функциясы аның қандай мәнінде x тең 2, y тең 8 нүктесі арқылы өтеді деп сұрап тұр. Яғни бізде бұл функция x тең 2 және y 8 нүктесінен өтетін аралықта бізде аның мәнін табу керек. Онда 8-ді y-дің орнына және 2-ні x-ті орнына апарып қоямыз. Сонда 8 тең a көбейту 2-нің квадраты. 2-нің квадраты бізде 4. 4-ті қандай санға көбейтсе бізде 8, яғни a тең 2. a 2 болғанда бізде мына функция 2 мен 8 нүктесінен өтеді. Келесі есепте бізде мына функцияның нөлдерін тап деді. Оны табу үшін біз функцияның өзін нөлге теңестіріп, x-тің мәндерін тапсақ жеткілікті. Яғни x квадрат минус 4x плюс 3 тең 0-ге, x минус 3 көбейту x минус 1 тең 0-ге, x тең 3 және x тең 1. Яғни x 1 мен 3 мәндерінде мына функция 0-ге тең болады. Келесі есепте бізде мына график
1-де 3 және 2-де 6 нүктелер арқылы өтеді, және осы кезде b мен c-ны тап деп сұрап тұр. Яғни x орнына 1-ді және 2-ні, y орнына 3 пен 6-ны кесек-кесек қойып, біз жүйемен тапсақ болады. Яғни 3 тең 1-дің квадраты 1 плюс b көбейту 1 плюс c. Және 6 тең 4 плюс 2b плюс c. Біз осыны жүйеге салып, b мен c-ның мәнін тапсақ, есептің жауабы шығады. Енді біз осы жүйені шығарсақ жетеді. Яғни, бірінші жүйеде бізде b плюс c-ның мәні 2-ге тең. Екінші жүйеде 2b плюс c-ның мәні 2-ге тең. 2 теңдеуді теңестіре салсақ болады. Яғни, b плюс c тең 2b плюс c. c мен c қысқарады. b тең 2b. Бұл теңдеу бізде b-ның мәні 0-ге тең кезде орындалады. Ал c-ны табу үшін біз мына жаққа апарып қойсақ, 0 плюс c тең 2, c тең 2. Яғни b-ның мәні бізде 0-ге тең, c-ның мәні 2-ге тең. 2-ге тең болады. Осыны ана жаққа апарып қоя саламыз. Яғни y тең x квадрат плюс b-ның мәні 0-ге тең, яғни x айнымалысы жоқ. b x квадрат плюс 2. Осы функцияның графигі бізде 1-де 3 және 2-де 6 нүктелерінен өтеді. Оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяғына жетті. Үйде өздеріңізді тексеру мақсатында мына үй тапсырмасындағы есептерді шығарып көрсеңіздер болады. Егер сұрақтарыңыз болса, астына пікірге жаза кетіңіздер.